Шымкент қаласының келбеті күн өткен сайын ажарлана түсуде. Шаһарда соңғы жылдары әсем ғимараттар мен әлеуметтік маңызы бар нысандар көптеп салынуда. Солардың бірі Оңтүстік Қазақстан облыстық соты. Бағдарламамыздың бүгінгі санын осы бір мекеменің жұмысы мен тыныш тіршілігіне арнамақпыз. Ассалаумағалейкум, эфирде 3-ші қала бағдарламасы. Бұл сот ғимараты болғандықтан мұнда темірдей тәртіп орнатылған. Ғимаратқа келген әрбір азаматтан өзімен бірге жеке куәлігі болу міндетті. Ал қауіпсіздікті қатаң қадағалайтын ішкі істер қызметкерлері сізді толық тексерістен өткізеді. Елімізде биліктің үш тармағы болса, соның бірі әрі жауаптысы сот екендігі белгілі. Сондықтан сот жүйесін дамыту бүгінде мемлекеттің басты міндеттерінің бірі болып отыр. Осы мақсатта елдің бірқатар өңірлерінде заман талабына сай сот ғимараттары салынуда. Солардың бірі Оңтүстік Қазақстан облыстық сотының ғимараты. Осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген жаңа ғимараттың ауданы 7300 шаршы метрді құрайды. Құрылыс жұмыстарына мемлекет қазынасынан 780 миллион теңге жұмсалған. 4 қабаттан тұратын сот ғимаратында қызметкерлер мен келушілерге қажетті барлық жағдайлар жасалған. Нысан толығымен жылытқыш және мұздатқыш қондырғылармен жабдықталған. Бір сөзбен айтқанда, Оңтүстік Қазақстан облыстық соты халықаралық талаптарға жауап беретін шаһардағы сәулетті ғимараттардың бірі екендігі күмәнсіз. Оңтүстік Қазақстан облыстық соты бүгінде техникалық базасы ғана емес, атқарылған істер жөнінде де алдыңғы қатарда. Сот төрағасы Шәріпов Нұрсерік Кәрімұлы білікті басшы бұл қызметке 2012 жылдың наурыз айында тағайындалған. Содан бері ұжымды абыроймен басқарып келеді. Сот саласында көп жылдық тәжірибесі бар төраға судьяның мәртебелі әрі өте жауапты лауазым екендігін айтады. Мемлекет атынан сот төрелігі жүзеге асырылатын болғаннан кейін және соттың шығарылған актілері мемлекет деңгейімізде баршаға орындауға міндетті болғаннан кейін судьялар өзінің кәсіби дайындығын, мамандығы бойынша білімін және судья болуға дайындығын дәлелдеп, талай сайыстарға қатысып, конкурсқа қатысып, емтихан тапсырып, мыңнан тұлпар дегенде ысылып шығып, жоғары сот кеңесінің келісімін алып, елбасының жарлығымен тағайындалады. Судьялардың мәртебесінің ерекшелігі суда. Өйткені біздің қызметімізге кепіл беріп отқан Конституцияның өзі. Судья сот төрелігін жүзеге асыру барысында Конституция мен заңдарды қолдана отырып жүзеге асырады. Оңтүстік Қазақстан облыстық сотында бүгінде 33 судья қызмет атқаруда. Және оларға жәрдем беретін 100-ден астам кеңсе қызметкерлері бар. Олардың барлығы өз ісін жетік меңгерген. Бірлік пен татулықты ту еткен ұжымның жұмысын қаралған істердің артқандығынан байқауға болады. Бүгінгі таңға 9 айдың ішінде 56.500-ден астам азаматтық талап арыз түскен. Былтырмен салыстырғанда ол 28%-ға асып отыр. Жалпы түскен істердің 47.000-і іс болып аяқталып қаралды. Шешім шыққаны бар, қысқартылғаны бар, талап арыздан бас тартқаны бар. Оңтүстік Қазақстан облыстық соты 2 алқадан тұрады. Олар апелляциялық және кассациялық сот алқалары. Апелляциялық соттың өзі 2-ге бөлінеді. Оның алғашқысы қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы. Алқа құрамына 7 судья кіреді. Төрағасы Пірнияз Зияддинхан Әбдібайұлы. Қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасы аудандағы және оған теңестірілген соттардағы шығарылған үкімдерін іс бойынша қатысқан тараптардың шағымы мен наразылығы негізінде қылмыстық істерді қарайды. Іс алқада жан-жақты талданып, талқыланады. Осыдан кейін оны қайта қарау немесе өз күшінде қалдыру жөніндегі шешім шығарылады. Алқа жұмыстың сапасы жыл өткен сайын арта түсуде. Мысалы 2014 жылы 9 айында қарайтын болсақ, 705 адам қатысып 583 іс қаралған. Ол істерді алқа қарау барысында заң талаптарына сай негізінде сот актілерін өз күшінде қалдырып отырған. Себебі аудан және оған теңесті соттар іс бойынша сот актілерін қабылдау барысында заң талаптарын сақтаған. Ал енді нақты айтатын болсақ, осы 9 айда 2014 9 айда 15 адамға қатысты үкім бұзылған. Ал 2013 жылы осы аралықта 21 адамға үкім бұзылған.
Салыстырма түрінде алатын болсақ, былтыр жылмен салыстырғанда биылғы 9 айда апелляция сот алқасы, яғни аудандық соттардың қылмыс істер жөніндегі сот алқасының сапасы жақсарғаны байқалады. Себебі былтыр 21 адам бұзылса, биыл 15 адам бұзылған, яғни 6 адамға биыл кем бұзылған. Екіншісі азаматтық және әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы. Мадияр Темірұлы төрағалық ететін алқада 15 судья қызмет атқаруда. Алқа судьяларының жұмыс өнімділігі де жоғары. Мәселен, өткен жылмен салыстырғанда азаматтық және әкімшілік істер саны 30%-ға артқан. Бұл жетістік судьялардың тынымсыз еңбегінің арқасы. Әділдікті ту еткен судьялар санмен қатар сапаға да жоғары мән беруде. Апелляциялық сот алқасы біршама бірінші сатыдағы соттардың істі қарау барысында заңды дұрыс шешу үшін оларға лекциялық сабақтар оқып отырамыз. Қараған істерін талқылап, олардың ішінен қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін анықтап, сол соттарға талқылаудың қорытындысын жолдап, келешекте ондай қателік жібермеу үшін сондай іс-шараларды жүргізіп отырамыз. Ал кассациялық сот алқасында 11 судья бар. Алқаға облыстық сот төрағасының өзі басшылық етеді. Кассациялық сот алқасының судьялары да толағай табыстарға қол жеткізген. Сондай-ақ облыстық сотта медиация жобасы да жемісті жүзеге асырылуда. Жаңа жоба екі тарап арасындағы туындаған наразылық пен келіспеушіліктерді бейбіт жолмен, яғни ортақ ымыраға келу арқылы шешуге бағытталған. Пилоттық жобаның дамуына Оңтүстік Қазақстан облыстық соты да өз үлесін қосып келеді. Медиация тәртібімен қаралған істердің саны да жылдан жылға өсіп келе жатыр. Азаматтық істерменен биылғы жылдың 9 айында 2,5% істер аяқталды медиациямен. Оның ішінде пилоттық жобамен 270 аяқталып отыр. Пилоттық жобаға бір ерекше аталып өтіп кетейін. Жалпы медиация заңы 2011 жылдан бері қолданыста. Ол жерде медиация жұмысымен, татуластыру жұмысымен айналысатын кәсіби медиаторлар және кәсіби емес медиаторлар. Кәсіби медиаторлар арнайы білімі бар, сертификаты бар, қоғамдық ұйымға тіркелген, яғни мамандар айналысады. Кәсіби емес медиаторлар заң талабына сәйкес әкімшіліктің тізіміменен көптеген жағдайда ол мына ауылдық аудандарда медиаторлар тізімдерін бекітілген, оларды осы татулық мәселесіне үлестерін қосып жүр. Сот мәртебесін көтеру судьялардың біліктілігін тұрақты түрде арттырып отыруға тікелей байланысты. Осы мақсатта облыстық сотта оқу орталығы құрылған. Орталық судьялар мен кеңсе қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру, сот процестерін жүргізу мәдениетін жақсарту, сот төрелігін жүзеге асыру жұмысының сапасын көтеру. Қазіргі заманғы соттың мінсіз моделін жасау бағытындағы бірқатар жұмыстармен айналысады. Оқу орталығы толық компьютерлермен жабдықталған. Оған қоса қажетті барлық құқықтық, нормативтік актілер қамтамасыз етілген. Қажетті барлық құрал жабдықтар бұл жерде бар. Судьялар өзі осында отырып, облыстық сотта судьялар белгіленген графикке байланысты, кестеге байланысты тағылымдамадан өтіп жатады. Сонда осында сол судьялар жаңағы танысуға, жаңа заңдармен танысуға, өзгерістермен танысуға, басқа да іс атқаруға толық мүмкіндігі бар. Судьялардың білімі мен сауаттылығын арттырып, рухани жан дүниесін байыту мәселесі де назардан тыс қалмаған. Бұл маңызды жұмысты жүзеге асыруда кітапхананың алар орны ерекше. Кітапханада әртүрлі саладағы 3000-ға тарта кітап қоры бар. Мұнда облыстық соттың қызметкерлеріне кез келген уақытта кітап оқып, өздеріне қажетті мағлұматтарды алуына толық мүмкіндіктер қарастырылған. Облыстық сотта баспасөз орталығы да жұмыс жасайды. Барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген орталықта баспасөз маслихаттары мен брифингтер өткізіледі. Сондай-ақ облыстық соттың төрағасы әр 90 сайын осы залда бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерімен кездесіп, атқарылған жұмыстың есебін береді. Бұл елбасы жүктеген сот ашықтығы мен жариялылығын дамытудың бір көрінісі. Жоғары сот басшылығы тарапынан жергілікті соттарға бақ құралдарымен жұмысты күшейту жөнінде міндеттер жүктелген болатын. Осы міндеттерді іске асыру мақсатында облысымызда 2014 жылға арналған негізгі жоспар жасалып, оның 9 айдағы барлық міндеттері толығымен орындалып шықты. Соның нәтижесінде 9 ай ішінде 1004 мақала жарияланып, баспасөз беттерінде және де 795 телерадиоға сұхбат берілді. Сонымен қатар енді облыстық соттың сайты биыл жаңа форматта жұмыс істеуде. Өйткені жоғары сотпен бірыңғай сайтқа енген,
яғни бұрынға қарағанда жеңіл, көруге де, жұмысы да оңай. Енді сайт біздің газетіміз ғой. Осы сайтқа биылғы жылдың өзінде 3420 материал жарияланды. Яғни біз пресс-релиз деп айтамыз. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 500-ге артық. Соның ішінде облыстық соттың сайтына 420 мақала жарияланған. Енді әрине қалғанда аудан, қалалық соттардың үлесінде. Сонымен қатар 1000 мақаланың ішінде біздің облыстық соттың судьялары және сот қызметкерлері тарапынан 95 мақала жазылды. Сөйтіп жарық көрді. Ал телерадиоға 70 сұхбат беріліп, эфирден өтті. Енді тағы да бір ерекшелік, өздеріңізге белгілі, қоғамның қызығушылық туғызатын істер қаралып жатады. Соның бірі облыстық соттың түрлі жаңалықтары, ақпараттары, іс-шаралары жөнінде біз осы облыстық соттың баспасөз орталығына шақырып, брифингтер беріп, немесе баспасөз мәслихатын өткізіп жатамыз. Оның саны да былтырғымен салыстырғанда биыл 2 есе өсіп 201-ге жетті. Облыстық сотта өткен күннен сыр шертетін мұражай жұмыс жасайды. Мұражайда сот тарихынан хабар беретін түрлі жәдігерлер мен көне құжаттар бар. Сот саласында қажырлы еңбегімен танылған ардагерлердің фотосуреттері мен алғыс хаттары және медальдары қойылған. Бұл келушілердің танымдық ой өрісін кеңітіп қана қоймай, қызметкерлердің мамандығына деген ынтасын арттырады. Облыстық сот ғимаратына соңғы үлгідегі заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған қызметтік кабинеттер, сот процесінде өтетін 12 сот мәжіліс залдары, әртүрлі кездесулер мен жиналыстарға арналған 2 мәжіліс залы, сондай-ақ күту залдары бар. Бұлардың барлығы қызметкерлер мен келушілерге ыңғайлы етіп жасалған. Тағы бір айта кететін нәрсе, сот мәжіліс залдары мен ғимараттың барлық жерінде бейне және дыбыс жазу құралдары орнатылған. Бұл сот жұмысының ашықтығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлықтың дамуына тосқауыл қояды. Әрбір сот процесін төрағаның өзі бейне бақылау камерасы арқылы жіті қадағалап отырады. Облыстық сот өңірдегі заңның сақталуын қамтамасыз етіп қана қоймай, Шымкент қаласының өсіп өркендеуіне өз үлесін қосып келе жатқан мекемелердің бірі. Қоғамда болғаннан кейін қоғамнан тыс емеспіз, тыс бола алмаймыз. Сондықтан қоғамдық іс-шараларға да белсенді араласып қатысамыз. Оны көріп жатсыздар, халық біліп жатыр, қайырымдық іс-шаралар бар, ізгі үлкен бастамалар бар, спорт, салауатты өмір сүруге арналған бағыттарымыз бар. Сонымен қатар өзіміздің сот жүйесінің жалпы құқық системасының ардагерлермен қарым-қатынасымыз бар. Олармен жеке жұмыс жоспары бар. Осының бәрі жүзеге атқарылып отыр. Тек қана сот саласы біз бір консервативтік ұйым ретінде түсінбеу керек. Қоғамда болғаннан кейін қоғамнан тыс бола алмаймыз. Сот төрелігін іске асырудағы жауапкершілік, тәжірибелі судьялар, сот кеңсесінің мінсіз жұмысы, еңбек тәртібі мен заманауи құрал жабдықтар. Мұның барлығы Оңтүстік Қазақстан облыстық сотының сапалы әрі тиянақты жұмысының кепілі болып қала бермек. Облыстық сот сынды сапалы әрі тиянақты жұмысымен жаңашылдыққа қадам басқан мекемелер барда Шымкент қаласының болашағы жарқын болары сөзсіз. Біз осымен 3-ші қала бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз. Қаламыздың дамуы жедел, келешегі кемел болсын. Аман сау болыңыздар.